Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағы 132-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы дыбыс және әріп. Сабақтың мақсаты тыңдалған материал бойынша негізгі тұсын белгілеп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту. Дескрипторы. Тыңдалған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп алып, мазмұнын айтамыз. Айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар сөздерді қатесіз жазамыз. Ендеше балалар, еске түсірейік. Фонетика грек тілінен аударғанда дыбыс деген мағынаны береді. Фонетика тіл дыбыстарын зерттейтін тіл білімінің саласы. Дыбыс. Дыбыс сөздің ең кішкентай бөлігі. Дыбысты айтады және естиді. Әріп. Әріп дегеніміз дыбыстың жазбаша таңбасы. Әріпті жазады, көреді. Әріптердің рет-ретімен тізілген жиынтығын алфавит, әліпби дейді. Әліпби араб сөзі. Қазақ тілінде әліпби 42 әріптен тұрады. Қазақ тіліне тән дыбыстар 9-10 дыбыс. Фонетикалық талдауды еске түсірейік. Доп. Доп сөзінде 3 әріп, 3 дыбыс, 1 дауысты, 2 дауыссыз дыбыс бар. 1 буын, бітеу буын. Д. Дауыссыз, ұяң. О. Дауысты, жуан. Еріндік, ашық. П. Дауыссыз, қатаң. Мәтінді тыңда. Бала бидің білгірлігі. Бала би қартайған шағында елінің игі жақсыларымен кеңесіп отырып. Жерден ауыр не? Судан терең не? Оттан ыстық не? Көктен биік не? Деп сұраған екен. Бұған ешкім ауыз тұшырлықтай жауап бере алмапты. Сонда бала бидің өзі былай деген екен. Жерден ауыр дегенім ақыл, білім. Судан терең дегенім оқу, ғылым. Оттан ыстық дегенім адамның өмірі. Көктен биік дегенім тәкаппардың көңілі. Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгілеп ал, соған сүйеніп мазмұнын айт. Бала бидің сұрағына қалай жауап берер едің? Дәлел келтіріп, өз ойыңды айтып көр. Сөйлеуіңде менің ойымша, меніңше сөздерін қолдан. Оқулықтың 130-шы беттегі 65-ші жаттығуға назар аударыңыздар. Әр сөзде неше дыбыс, неше әріп бар екенін айт. Мұхит, саяхат, болашақ, сыйлық, ирек, қосаяқ, ою, шие. Оқушылар, жаттығуды орындап болсақ, дұрыстығын тексерейік. Мұхит сөзінде 5 әріп, 5 дыбыс. Саяхат сөзінде 6 әріп, 7 дыбыс. Өйткені я дыбысы ол қосарлы дыбыс. Болашақ сөзінде 7 әріп, 7 дыбыс. Сыйлық 6 әріп, 6 дыбыс. Ирек сөзінде 4 әріп, 4 дыбыс. Қосаяқ сөзінде 6 әріп, 7 дыбыс. Өйткені бұл жерде қосарлы дыбыс бар. Ою сөзінде 2 әріп, 3 дыбыс. Шие сөзінде 3 әріп, 3 дыбыс бар. Оқулықтың 130-шы беттегі 68-ші жаттығу. Сөздердің бастапқы әріптерін тауып, оқы. Бұл жерде сөздерге ортақ әріп табу керек. Біраз ойланыңыздар, жауабын тексеретін боламыз. Бірінші сөздерге ортақ әріп с, су, сылдыр, саяхат. Екінші сөздерге ортақ әріп т, таза, табиғат, тұман.
Жарайсыңдар балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Үйге 64-ші жаттығу. Дерек сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап жазу. Сау болыңыздар.